күшті емес даналықты қолданатын заман қазір. Қараңыз, бір патша түс көреді, түсінде бір-ақ тісі қалады да, тісі қалған тісінің бәрі түсіп қалады. Содан түс көру үшін шақыртады ғой. Біреу келеді де айтады, түсті ескеннен кейін дұрыс көріп отыр негізі. Қараңыз, бүкіл сіз жалғыз қалады екенсіз дейді. Бүкіл туысқандарыңыз кетіп қалады екен, өледі екен де сіз жалғыз қалып кетеді екенсіз. Сөйтеді да патша ашуланады да, патша ғой жаңағы басын тыртып тастайды. Басқа түс көруші алдырыңдар дейді. Сөйтіп басқа түс көруші келеді да айтады, Алла сіздің өміріңізге береке береді екен. Сіз бүкіл туысқандарыңыздың ішінде ең ұзақ өмір сүретін сіз екенсіз дейді. Сіз бәрінен ұзақ өмір сүреді екенсіз дейді. Оған патша ырза болып сыйлық беріп шығарып салады. Қараңыз, екеуінің айтқанының сөзі негізі мағынасы бір болады. Екеуі де туысқандарыңыз кетеді, сіз қаласыз деген мағынада да. Бірақ не істеді? Екіншісі келгені даналықты қолданды. Ислам деген осы нәрсе ағайындар. Бізде қазір көбінесе осы намаз оқып жүрген бауырларға, исламды түсініп келе жатқан адамдарға айтар едім. Сіздің түсінгеніңіз бұл басқа біреуге барып айқайлау деген сөз емес. Сіз түсінген нәрсені кейбір адамдар түсінбей жатқан болуы мүмкін. Солардың дәрежесінде, сіздің дәрежеңізде емес. Біреуге айтылған кезде уағыз, солардың дәрежесінде айтылу керек та. Қараңыз, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Муаз ибн Жабал деген сахабаны радиаллаху анху Йеменге жіберіп жатқан кезде айтады: "Ей Муаз, мына сөзді қарасаңшы қалай?" Біртіндеп айтып береді, қалай? "Ей Муаз, сен бара жатқан жерде әхли кітаптар бар, кітап егелері бар" дейді. Қараңыз қалай бастайды. Сен оларға барған кезде бірінші ла илаха иллаллахны ұсын дейді. Бірінші калиманы жеткіз дейді да. Егер де, қараңыз, калиманы жеткіз, кейін ананы, мынаны демейді. Егер де олар оны қабылдаса, онда сен оларға күніне 5 уақыт намаз бар екенін түсіндір дейді. Намаздың фарыз екенін түсіндір дейді. Одан кейін біз қарасаңшы, одан кейін намаз оқысын, ораза ұстасын, зекет беріп қажылыққа барсын демейді. Қараңыз қалай айтып жатыр. Егер де олар сенің намазды да жаңағы түсіндірдіңіз ғой, қабылдаса егер, онда оларға одан кейін зекеттің бар екенін түсіндір дейді. Үйрет дейді. Егер де олар зекеттің бар екенін қабылдаса, одан кейін бар оларға оразаның бар екенін түсіндір дейді. Өте сақ бол дейді, жұмсақ бол дейді да. Қарасаңыз не деп жатыр? Этаппен келе жатыр да. Біз жаңағы бүйтеміз ғой, біз намаз оқимыз, кейін намаз оқи алмай жатқан, әлі исламды түсінбей жатқан бауырларымыз болса барып айтамыз: намаз оқу керек, короче, ораза ұстау керек, зекет беру керек, қажылыққа бару керек. Анау харам, мынау көп кісілер білесіздер ме, намаз оқиын десе не дейді? Қорқады кәдімгідей. Өйткені біз қысты ұстағанымызда болды. Намаз оқу деген сүмірейіп алу керек та. Беліңе құмғанды байлап алу керек. Болды, саған еш нәрсе болмайды. Астағфиралла, астағфиралла, астағфиралла деп осылай өмірің осылай өту керек сен. Қызық жоқ сияқты. Бәрін бірден қысты ұстағанымызда біз. Мысалы, бір адам келіп сұрайды: темекі шегетін адам, намаз оқитын адамға темекі шегуге бола ма дейді. Біз сразу айтамыз: болмайды дейміз. Болды, анау өзі темекіні тастай алмайды ғой ол. Бастаса темекі болмайды. Енді таңдап тұр ғой ол. Сол кезде сен айтасың: намаз оқитын адам, дені сау адам, астағфиралла, темекі шекпейді дейсің ғой. Ол темекіні тастай алмаса ше, ол намаз тастайды. Өйткені айтады: мен әлі дайын емес екенмін. Сен кінәлісің ол адамның намаз оқымай кеткеніне. Өйткені сен даналықты қолданбадың да. Сен айтасың: жарайды, темекі сауап емес шығар, бірақ не болып кеткенде де намазды тастама. Намазын бастай берсін. Кейін намаз оны жайлап өзі дұрыстайды. Оқыған намаздары. Қарасаңызшы, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бізге қандай өнеге, Алла тағала пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады: адамдарды исламға дейді да, қалай шақыр дейді? Даналықпен дейді. Көркем дағуатпен шақыр дейді. Қарасаңызшы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға Алла тағала бұйырып отыр: даналықпен шақыр дейді. Ал кәпірлермен тартысқанда ше, кәпірлермен тартыссаң, олармен көркем түрде, артық қандай ауыр сөздермен емес, көркем түрде тартысыңдар дейді. Жігіттер, біздің қазір тартысып жүрген адамдар кәпірлер емес ол. Біздің ана: "Ей сен оңбаған, ей" деп жүргеннің бәрі өзіміздің мұсылман